несие өзінің міндетін орындады ғой. Аманат сізді пайдаланып отырған жоқ па? Қанша айлық өсірдік дегенмен қымбатшылықтың артынан ілесе алмай жатырмыз. Өзіңіз қадағалайсыз? Жанашырлық қарамаймын, байқамаймын жүректерінен. Отбасының ары қарай ондай қызметке баруына кедергі қойылса, отбасының. Қандай депутаттық сауалмен келіп отырсыз? Ой, көп. Шындықты айтса бірдеңе болып қалатындай қорқады. Заңның жұмыс істемеуі себеп па? Бәрібір ғой дейді. Келсін, осы жерді талқыласын, үйретсін қазіргі билікті, қазіргі үкіметті, бәрін үйретсін. Басымды кесіп алса да айтарым, билік ауыстыру керек дедіңіз билікті. Иә. Әлі де сол ойдасыз ғой, иә? Елге барғанда барып еңсең биік көп. Аналар шешілді ме, айтты едіңдер ғой, шештік қой деген қандай рахат нәрсе деймін де, мен соған жеткім келеді. Ай, неше түрлі шығарып алады. Қадірменді көрермен, ассалаумағалейкум, қасқа жолда кезекті сұхбат. Бүгін біз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, айтыскер ақын Ринат Зайытовты шақырып отырмыз. Әдеттегідей қош келдіңіз дейміз. Қош көрдік, рахмет. Айтыскер ақын екенімді есіңізде сақтап жүргеніңізге көп рахмет. Кейінгі кезде өте сирек естідім. Иә, оған қатысты да сұрақ бар, айтпақшы бізде. Енді бірінші мынаны сұрағым келеді, иә? Айтыскер ақын дегеніміз бұл халықтың мұң мұқтажын жеткізеді, иә? Оны талай біз тікелей эфирден де көрдік, мысалы, халықтың көңіліне жағып жатады сіздің айтқаныңыз. Депутат болдыңыз, ол да сол. Халық пен биліктің арасындағы көпір. Енді айтыскер сол кездегі Ринаттың сөзі өтімді ме, әлде депутат болған Ринаттың сөзі өтімді ме? Депутаттың сөзі қашанда өтімді, егер оның жолын тауып айта алса. Бірақ айтыскер ақынның сөзі ол күшті. Түсінесіз бе? Депутаттың айтқаны екінші реттен назарға ілінуі мүмкін. Ал айтыскер ақынның айтқаны бірден халықтың қолдауын тапқаннан кейін, қоғамда қызу талқылау тудырғаннан кейін ол өзінің күшін алады да, сондай күшті сөз болады. Соған қарағанда енді менің өзім үшін екеуін екі түрлі қарастырамын. Әзірде егер айтыскер ақын ретінде сөйлейтін болсам, ол қазіргі депутаттық ой жеткізудің сауалдың қалыбына мүлдем басқаша болады. Айтыстың ақынның жеткізетін өзінің тілі бар. Өлеңмен жеткізеді. Қазір қалай депутаттың тіліне төселдіңіз ба? Төселді. Оның алдында азаматтық қызметте болғанда да бәріне төселесің. Әр нәрсенің өзінің тілі бар, әр нәрсенің өзінің терминдік қоры бар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Өзінің тіл маманы болғаннан кейін шығар. Иә. Енді ақын негізі еркін адам ғой, иә? Енді қиялға ерік береді мысалы. Депутат болып керісінше қалай бір бағыныштылық пайда болған жоқ па? Әрине пайда болады бағыныштылық. Ол алдында да осы көп болған жоқ. Мен қасқа жолға сұхбат беріп кеткен. Ол кезде де айтқам. Қазір көп нәрседе өзіңді өзің шектейсің, көп нәрседе өзіңді өзің тежейсің. Бұрын айтылған сөз атылған оқ дейміз ғой. Бұрын кез келген сөзің, мысалы, айтасың, былайша айтқанда оғың атылады. Сен оның нысанаға тимес жолда біреуге тиіп бете ма, жанап өте ма, ол жайлы ойланбайсың. Ал депутат мемлекеттік қызмет болғаннан кейін сен әрбір сөзіңді аңдап айтасың. Енді осы депутат пен ақынды салыстырып отырмыз ғой, тағы міне аяқтап тастайық, иә? Әлеуметтік желіңізді қараған кезде бірінші Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты деп жазыпсыз. Содан кейін айтыскер ақын деп тұр. Яғни депутаттық сонда жоғары қойғаныңыз ба депутаттық ақындықтан? Жоқ, ол әлеуметтік желінің жасырын емес, мен өзім жүргізбеймін ғой біріншіден. Жүргізбек түгіл мен қарап отырмайын. Инстаграм, Фейсбук деген нәрседе бір арнайы WhatsApp-ма жібереді, міне мынандай нәрсені қара, осыған назар аударшы деп қараймын. Өйткені мен ондай қоғамдық қоқыстың барлығын іріктеп отыруға шыны керек жүйкем шыдамайды. Сосын депутат болғаннан кейін өзім мен білмеймін ондай нәрсені. Статусты ауыстыру керек, анау деген. Партиядан қоңырау шалады, ана кішкене сізді айтыскер ақын деп қана тұр, сіз мемлекеттік қызметкерсіз ғой, қанша дегенмен кішкене ауыстырыңыз, парақшада парламент мәжілісінің депутаты деп жазылсын, суретіңізді ауыстырыңызшы. Содан айттым жүргізетін адамдарға осылай ауыстырыңдар. Бірінші жазылып тұр ма, екінші жазылып тұр ма, оны өзім білмеймін шыны керек. Бірақ екінші жазылып тұр дегеніне ол қалай болған жағдайда да айтыскер ақын ол менің әуелі Алладан, содан кейін халықтан келген мандатым. Сондықтан одан жоғары
одан биік мәртебе мен үшін болған емес, болмайды да ешқашан. Әйтеуір басқалар сияқты айтысты қойып кеттім демейсіз ғой. Ақындықты жалпы. Ақындықты, иә. Дұрыс енді. Келесі мынандай сұрақ. Президенттің тапсырмалары орындалып жатыр ма? Толық орындалып жатыр деп өтірік айтуға болмайды. Керісінше, қазір президенттің тапсырмасы ары кетсе 30%, 40% қалған орындалуға енді жинақталып жатыр. Өте үлкен өкініш менің өзім үшін. Өйткені президент алғашқы жолдауында да, бүгінгі жолдауында да көп жақсы бағыт бағдар береді, мақсаттар қояды. Өте керемет бастамаларды айтады, осылай жасаңдар. Орындалуына келген кезде Астанадан тапсырма беріледі, ол өңірлерге барғанда мүлдем өзгеріп кетеді. О жаққа барғанда жаңағы облыстарда өздерінің қожа құдайсымақтары бар, бәрі қалай болса солай. Ешкім демеймін енді, басым көпшілігі өңірлердегі жауапты мемлекеттік қызметтегі адамдар бір андай жанашырлық қарамаймын, байқамаймын жүректерінен. Президент өзгеріс жасап жатыр, осыны тездетіп жіберейік. Керісінше сол өзгеріс болмаса екен деп отырған адамдар ұқсап, істегісі келмей отырған адамдарды өте көп көреді. Сондықтан президенттің тапсырмасына осындай өкінішім бар. Ал енді бір ойыңызда қалған, кезінде президент айтып еді ғой, міне орындалып жатыр деген сияқты бір мысалы бар ма ойыңызда, осы бір көріп, халықпен сөйлесіп жүрген кезде? Бар, президент мысалы ғылымның сапасын көтеріңдер деді. Қазіргі ашылып жатқан университеттер, қазіргі балаларға жасалып жатқан жағдайлар, қаншама шетелдік университеттер келіп біздің мемлекеттік университеттермен жұмыс істегелі жатыр. Қаншама бағдарламалар, қаншама ғылымда жаңалықтар басталып жатыр. Ғылыми кеңестің өзі ол жерде жақсы жұмыс істеп жатыр деген сөз. Бұл демек саясат ағамыздың да кішкене жанашырлықпен өзінің қызметіне ұмтылып жатқан бір белгісі шығар. Одан кейін идеология мәселесінде көп нәрсе өкініштісі орындалмай жатқаны. Бірақ президент айтқаннан кейін кішкене қоғамға құлақ аса бастады. Шенділер де басқалар да бұрынғыдай емес, қазір қанша дегенмен қоғаммен санасады, үкіметтік емес ұйымдардан жасқанады. Оның барлығы жаңағы ашық үкімет болыңдар, санасыңдар халықпен, сөйлесіңдер дегеннің ептеп орындалып жатқанын осындайдан көремін. Біраз оң өзгерістер бар. Енді осы жерде мынандай ой келіп отыр. Мен енді оған дайындалғам жоқ, бірақ міне есіме түсіп жатыр. Өткен жылғы жолдаудан біраз енді өткенде сұхбат өткізген, сол жерден бір нелер қалды, ақпарат. Мысалы, сіз соған қатысты блиц жүргізіп өтсек, орындалды ма жоқ па, есіңізде болса? Сізге қатысты болмаса, тағы да оны да айтыңыз. Баланың бір жарым жыл бойы жаңа туған нәрестеге нені төлемді 1,5 жылға дейін жүргізіп отыру, дұрыс қой? Иә. Не болды? Орындалды ғой енді. Орындалды. Енді мәдениет қызметкерлері не дейді? Алдағы 3 жылда, мен бірден орысшасынан аударып отырмын қазір, 100%-ға дейін көтеру. Содан міне 1 жыл өтті ғой, енді 30%-ға көтерілу керек еді. Орындалды. Оған мен тікелей жауапты адамын. Біз әлі де оны жеделдеткіміз келіп отыр. Өйткені қанша айлық өсірдік дегенмен қымбатшылықтың артынан ілесе алмай жатырмыз. Сондықтан қазір көп мамандардың, көп қызметкерлердің жалақысы қарастырылады. Бірақ мәдениет саласының, кітапхана саласының, архив саласының қызметкерлерінің әлі де жалақысы өте төмен, салыстырмалы түрде. Жемқорлардан алынған ақшаға мектеп салу орындалып жатыр ғой енді. Иә, өткенде бір көзім шалды, 61 бәлем мектепке жұмсалды деді. Астам мектеп қазір тағы да мынау жайлы мектеп жобасының аясында да оның барлығы іске асу керек. Жақсы. Міне 1 жыл өткен екен, берілген тапсырмаға 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап дейді, балалар болғанда оқушылардың барлық санатын тегін тамақтандыру орындалды ғой. Орындалды. Міне биылдан бастап балалардың барлығы тегін тамақтанады. Бұрын бөлінетін еді, көп балалысы бар, басқасы бар деп, қазір енді түгел жаппай тегін. Сосын бөлетін еді ғой, 1 сыныптар мен 4 сыныптағылардың арасы деп, солар ғана тегін тамақтанып, жоғары сыныптағылар өздері сатып алады. Қазір 1 мен 5 қой қателеспесем. Айтып қоймайын қазір, бір нақтылап алу керек. Бірақ биылдан бастап балалар тегін тамақ ішкеннің өзі ата-аналардың сәл болса да шығынын азайтуға көмектеседі.
Жақсы. 2023 жылы 50%-ға, 24 жылы 100%-ға кәсіби және техникалық білім алып жүрген студенттердің стипендиясын көтеру. Орындалып жатыр дейді. Бар. Жақсы. Енді жалпы көбі орындалып жатқан сияқты. Бірақ енді осы жерде мүмкін бір қорытындыласақ енді осы блицті орындалудың сапасына қатысты енді сұрақ бар шығар, иә? Мысалы, жаңағы мектептерді алайық. Мектеп салу деген бұл өте үлкен қажеттілік Қазақстанға. Президент тапсырма береді. Пәленбай мектеп салыңдар дейді. Сол салынып жатқан мектептердің сапасы қандай? 3 жылдан кейін қирап жатқаны бар қазір. Міне орындалудың, бағанағы айтқан жанашырлықсыз істейді барлығы көбі деген осы. Тіл мәртебесін өсіріңдер, көтеріңдер деді. Бір емес бірнеше жерде. Ассамблеяның құрылтайында да айтты президент. Оны, біз популизм дейік, ағай шулатпай қойық, бірақ тиісті ведомстволар осыған әрекет жасау керек. Ауыл бойынша. Ауыл аманаты бағдарламасы болсын, басқасы болсын, өңірлерде дұрыс жұмыс істеп жатыр деп айтуға келмейді. Бұл да президенттің үлкен тапсырмасы еді. Енді қарапайым бейбіт шерулер мәдениетіне байланысты президенттің айтқан орындалды ма? Сіз журналист ретінде сіз де білесіз. Мүлдем орындалып жатқан жоқ қой. Осы жер кішкене көңілге күмән ұялатады. Халықтың, қоғамның ішінде. Неге осылай қалыптасып отыр еді? Себеп бұл... Әрине бір ауыз айта салуға келмейтін шығар бұл жерде себеп. Адамдардың түрлі фактор әсер етеді бұл жерде. Жекелей отырған сол ведомстводағы министрдің, не болмаса сол белгілі департамент агенттігінің төрағасы, соның өзінің жеке ой өресі, санасы, ар-ұяты деген факторлар болады адам бойында. Сондайларына да байланысты. Ол бәріне президент айтты, енді бәрін қадағалап жүру мүмкін емес нәрсе ғой. Содан кейін мен талай жерде айтамын, негізі президенттің бірінші жұмысы біздің сыртқы саясатты реттеп отыр. Біз мынандай қазір аласапыранда өмір сүріп жатқан кезде бұл тікелей үкіметтің министрлер кабинетінің қадағалауында болу керек нәрсе. Парламентте қадағалауымыз керек. Жан-жақтан егер орындалмай жатса, осындайда сұхбатта болсын, басқа жерде жасырмай айтуымыз керек. Өтірік есеп беру деген бір дәстүр кіріп алған. Осы 30 жылдың ішінде сол өтірік есеп беруден ешкім қашқысы келмейді. Шындықты айтса бірдеңе болып қалатындай қорқады. Көздері бақырайды. Айтсашы сен шындықты. Міне президент тапсырма берді. Президент тапсырма берді. Мынандай орындалуына кедергілер бар деп ашық айтуға ешкімнің дәті шыдамай отырады. Сосын өтірік айтады. Осы бір жаман үрдіс осыдан арылмайынша есептің түрі. Бүгінгі жолдауда да айтылды, кішкене енді облыстарға көбіне мүмкіншілік беріледі, қаржылай бюджеттен басқасынан деп. Бәлкім енді осы кезде бір облыстың әкімі өзінше жұмыс істеп, өз облысын жақсы көтергеннен кейін саяси бәсекелестік туатын шығар деп ойлаймын. Әр облыс әкімі өзінің абыройына жұмыс істеу үшін. Айтпақшы, биылғы жолдауды сіз парламентте отырып алғаш рет тыңдауыңыз ғой, иә? Жоқ, алдыңғысында тыңдадым ғой, келген кезде. Парламентте тыңдаған кішкене ана жер жаңғырады да, содан кейін мен құлақ қаппен отырамын. Ол жерде жақсы естіледі құлаққа. Көп кейде айтса қазақша түсінбей қаласың ба деп. Енді мынандай ойға қалған жоқсыз ба? Осы сәтте кезінде Нұрсұлтан Әбішұлы жолдау жасаған кезде депутаттар тік тұрып, қол соғып, сөз бермей тұрып алатын еді ғой, мысалы, иә, сөйлетпей ол кісіні. Бірақ бүгін енді ондай байқалған жоқ. Мысалы, солардың ішінде болған жоқпын, соған шүкір деп ойланған жоқсыз ба, ондай ойға қалған жоқсыз ба? Жоқ, мен ондай ойға қалмай, мен бір-ақ нәрсеге шүкір деймін. Мен бұрынғы президенттің жүйесінде мүлдем қатыспағаныма, ол ластықпен болғанбағаныма қуанамын. Шүкірлік. Қазір енді сіздің айтуыңыз жаңағы шапалақ ұрмады, басқасы деген, оның бәрі негіз қолдан істелетін нәрсе еді бұрын тұсында. Осындай жерінде шапалақ ұрасыңдар, осындай жерінде бүйтесіңдер. Мынандай бәрі қолдан арсыз істелінетін нәрсе болады, бәрі біледі. Қазір мен депутат ретінде білемін, бізге келіп ешкім қол соғыңдар, не болмаса мақтаңдар деген нұсқау тапсырма бермейді. Демек, қазіргі президент оны қажет етпейді деген сөз. Кезінде сол бір заң жобаларын, кейбір нормаларды өткізіп жіберу үшін, сол мысалы министрліктен келіп отқан өкілге депутат не айту керек, қалай қолдау көрсету керек, барлығы тапсырма жөнін, тапсырма түрінде. Депутат болған адамдар айтады, әріптестеріміз айтады, болады жазып беретін дейді. Сұрақ жауабын бәрін. Қазір
Қазір енді бізде білмеймін басқа комитеттерде. Біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінде өзі Асхат Аймағамбеттің бұрынғы жұмыс тәсілін министр кезінде барлығы біледі ғой. Комитетте де сондай тәсіл. Бұл жерде тек қана заңның аясында сөйлеу керек, сонан кейін айтылатын нәрсе ашық айтылу керек. Сынға ұшырайтын министрлер аз емес біздің отырыстарда, өте көп. Кейде сөзге де келіспей қаламыз. Заң талқылағанда, басқа нәрсе есеп алған кезде. Бірақ оның барлығы жұмыстың аясында. Сондықтан қазір енді жұмыс істеуге мүмкіндік бар әзірге. Ары қарай не болатынын бір Құдай біледі. Енді атом электр станциясына қатысты президент тоқталып өтті. Бірақ мен бір мына аңғарғаным мынау болды. Ол кісі бір қолдайтындықтай көрінді, өйткені бір сөзінде айтты ғой, біз уран өндіруші ел ретінде атом электр станциясын салуға қақымыз бар деді, сөзбе-сөз айтқанда. Яғни сол сөзінен кейін мен ойланып қалдым, бұл кісі бірден қолдап отыр ма деген сияқты. Бізде парламенттің өзінде қазір мысалы қолдап отырған депутаттар бар, қолдамай отырған депутаттар бар. Дұрыстап танысу керек деп отырған мен сияқтылар бар. Мен мысалы өзім атом саласының маманы емеспін. Өтірік айтпаймын. Қазір енді ойбай мысалы ютубта әлдегім былай деп айтты екен, бұнікі дұрыс деп айғайлаудан аулақпын. Екі жақ пікірде қазір қызу талқыланып жатыр. Біреулер қолдаймыз деп жатыр, біреулер қолдаймыз. Мен әу баста айтқанмын. Бұны осы саланың нақтылы мамандарынан тәуелсіз бір комиссия ма, сараптау ма, дөңгелек стол өткізіп, солар талқыласын. Ол жаңағы Мұхтар Жәкішев деген сияқты көп сол саланың мамандары ғой. Атом электр станциясын салу тиімді ма, тиімсіз ба, қауіпті ма, қауіпсіз ба. Солар неге шығарып, солар неге халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді. Ол жаңағы қайталап айтамын. Ол тәуелсіз адамдардан құралған дөңгелек стол болу керек. Қазір, бұл дұрыс шешім екен деп, өтірік 15 адамды отырғыз қой, олардың бәрі, дұрыс деп бір ауыздан өтірік айтып, тағы да қоғамдағы наразылық тудырмау керек. Ол шынайы әділет шешілу керек сол жерде. Салына ма, салынбай ма, өзіңіздің ойыңыз? Референдум деді ғой. Міне референдум мүмкіндік. Біз өзіне айтамыз. Халық шешсін, өзіне шешіп алсын. Қажет, мен ондай ұлттың, мемлекеттің болашағына балта шабуы мүмкін, не болмаса гүл егуі мүмкін жобаны жалғыз өзім білмей тұрып ол саланы шығып алып ұрандатып, ой ер соңымнан дедім, аулақпын. Өйткені оның жауапкершілігі бар. Ертең ютубке шығады. Жоқ, өзімнің білетін саламда айта аламын. Түсінікті. Ал атом электростанциясын мен де қазір өзімнің пікірімді айтам, айту үшін біраз адамдармен хабарласам, біраз сарапшылармен. Қалай ойлайсың? Сонан кейін өзім түйінімді шығаруым керек болады. Ол түйінді айтқан кезде мен сізге жауап берген кезде мысалы дәлелім болу керек. Мен келсем, өйткені ол былай. Не болмаса келіспеймін, өйткені ол былай. Ал әзір ондай менің қорым болмай тұрғандықтан қазір өтірік айтудан аулақпын. Бірақ ең дұрыс шешімі осы қоғамда қызу талқы тудырып жатқан мәселені бүгін президенттің өздерінің шешіңдер. Міне халықсыңдар, демократиялық қоғамсыңдар ма, референдум арқылы шешіңдер. Енді осы референдумды үйретсін халық. Қалай? Қарапайым. Қазір бәрі отырып, жартысы отыр, салмау керек, жартысы салу керек. Құрыңдар жүйесін, түсіндіріңдер. Бәріміз түсінейік, бәріміз сіздерден ақыл сұрайық. Кімдікі дұрыс? Бұл Европада мысалы бір нәрсеге экологиялық бірдеңеге қарсы болса, сондай талқылау болып жатқан жерде кәдімгідей адамдар жиналып, өздерінің дәлелін айтып, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп барынша араласады. Біздің Қазақстандағы қоғам өкінішке қарай қай жерге, қай сайлауға бар, қай референдумға бар, келмейді. Бәрібір ғой дейді. Келсін, осы жерді талқыласын, үйретсін қазіргі билікті, қазіргі үкіметті, бәрін үйретсін. Халық өз тағдырын өзі шеше алатынын. Үйретсін, келсін. Ешкім қуып жер алмайды. Енді бұндай референдумдардың негізі талайын көрдік қой, мысалы ескі билікте. Енді біз мысалы әлі күнге шейін білеміз, бізде жаңа шешім қабылдаушы негізі жалғыз адам. Әлі күнге шейін солай. Енді сол кісінің сөзін жаңа мен тағы да айтып өттім, сол кісі қолдайтындай маған көрінді. Атом электр станциясын салынуын, яғни сондай референдум болып кетпей ме бұл да? Егер халық немқұрайлы қарап, тек қана әлеуметтік желіде ғана наразылығын білдіріп қойып, ас үйде отырып сынай беретін болса, тағы да сондай референдум болуы әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Өйткені халық өзінің тағдырына өз алаңдамаса, жауапты біреу алаңдауға тура келеді. Шешім қабылдауға тура келеді. Солай ғой? Солай. Өз басыңыз депутаттың қолында қандай да бір инструмент бар дегенге сенесіз ба? Сенемін. Оған мен дәлел ретінде де айта аламын, осы жолы өңірлерді аралап келгенде бірталай сұрақтардың шешілуіне ықпал ете алдық. 2 айдың ішінде? 10-ақ күннің ішінде. Мысал, Семейде
қаншама уақыт осы бәленбай жыл талқыланған бір әңгіме бар екен. Бобровка Мұрат деген саяжай кооперативін заңсыз бір екі азамат, Рульков пен Кругличенко деген екі азамат кәдімгідей, былайша айтқанда бопсалап, қоғамдық бірлестікке заңсыз айналдырып алған. Сосын жаңағы 10 бәленбай мың адамды бопсалап, қит етсе жарықтарын қиып, қит етсе тарифтарын өсіріп, өздеріне қоқаң-лоққы көрсетіп, және оған ешқандай прокуратура, әкімшілік әсер ете алмай отырған. Сосын сайлаушылардың сөзін құп алып, біз Нұртай Салихұлы Сәбиленов екеуміз арнайы барып, бүкіл қаланың әкімін, прокуратураның бәрін сол жерге шақырып, заңсыздығын дәлелдеп, сол жерден бүкіл тұрғындардың арыздарын көзімізше қабылдатып, аналарға шара қолдануын талап етіп, қадағалап отырдық. Міне күні бүгін маған сол Бобровка Мұрат саяжайының тұрғындары бір ауыз рахметін айтып, мәселеміз шешілді деп айтты. Оның сыртында қазір Аягөз ауданындағы, Ақтоғай, Қопадағы қаншама мысалы олқылық, не жол жоқ, не су жоқ, не жарық жоқ. Ал тура қасында қазақмыз мыс қазып жатыр мысалы. Осы мәселені олар қанша айғайлайды ана жақтан, бер жақта ешкім естімейді. Мұндай ауылдардың бар екенін де білетін адамдар некен сияқшы. Жергілікті билік осы уақытқа дейін көп мән бермеген оған. Арнайы бардым, сол ауылдың халқымен кездестім. Халық өте ашулы, ашынып отыр. Келді, талаптарын қойды. Қазір міне бұйыртса Аягөз ауданына жаңа барып, сол жұмыстарын бәрін іске асыру керек. Өзіңіз қадағалайсыз? Біз оған жауаптымыз, біз оған міндеттіміз. Ол солай болу керек. Оның сыртында сақ-түйек жұмыстар бар. Ауылдардың ішінде мынаны шешіп берші деген. Олардың бәрін жаңағы облыс әкімі Нұрлан Телманұлы кездестім. Арнайы бардым, айттым, аға, мынау жергілікті әкімшілік шеше алатын сұрақтар осындай бар екен деп. Рахмет Ринат деді, міне біз бүгіннен бастап кірісеміз деді. Аллаға шүкір, қазір көп ауылдан хат-хабар келіп жатыр. Мынау шешілді, мынаны істегелі жатыр деген. Оның өзі менің депутат ретінде істеген қызметінің жетістігі деп мен іштей өзім мақтан аламын. Шығыс Қазақстан облысының Маралдыда өзеннің бойында цианидпен жұмыс жасайтын зауыт, яғни суды улау қаупі қазір, енді сол жерден халық су ішіп отыр. Тоқтады ғой ол жұмыс. Қалай аяқталды сонда? Тоқтады. Біз әуел баста осы Астанада оны министрлікке хатпен атқылай бастадық. Қаншама ол жақтың Шығыс Қазақстанның өзінің депутаттары бар. Ұлықбек Тумашинов ағамыз, Ерлан Барсайыров ағамыз. Солар бәріміз жан-жақтан анда жас, мұнда жас министрлікке, сосын олар бізге айтты, жоқ, ол заңсыз, олар жұмыс бастамайды деді. Кейін артынан бір әңгіме шықты, бәрібір олар жұмыс істеп жатыр, істегелі жатыр, мыналар заңға бағынбай жатыр деп. Қайта жаз, қадағалаңдар, ананы ертең арты шу болады. Арты сәл шуға ұласа бастағанда дәлелімізді айттық. Сендер алдында бүйтіп айттыңдар ғой, енді халыққа не дейсіңдер? Сонымен тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл сұрақты енді мысалы мен бүгін жалпы жолдауды әлеуметтік желіден қарап отырдым. Сол жерде чат деген бар ғой. Сол жерде қарап отқан адамдар пікірлерін жазып отыр. Сол жерде осы сұрақ шықты. Мен бір емес бірнеше рет көрдім де, бүгін осы Ринат мырзамен кездесем ғой. Сол кезде түртіп алдым өзіме, иә. Екінші мәселе, сол жерде мысалы көп мәселе айтылды, бірақ көзім мысалы қаншаға созылды? 1,5 сағатқа созылды ма жолдау? Сол жерде жаңағыдай бір 3 мәселе үнемі шығып тұрды, жиі шығып тұрды. Мысалы, зейнет жасын азайту, несие пайызын азайту және шенеуніктерге өлім жазасын енгізу. Бұл шешілетін мәселелер ме? Өлім жазасын енгізу шешіледі деп айта алмаймын. Себебі біз оны Қазақстанда ондай, мен шыны керек кейбір қылмыстарға ол болса екен деп өзім білемін. Біреу өлім тілегенше өзің өмір тіле дейді артам қазақ. Аулақпын бірақ. Өйткені оның да екі ұшы бар. Кеңес үкіметі кезінде қанша жазықсыз адам өлім жазасына кесіліп кетті нақақ жаламен. Одан гөрі шенеунікке қатаң жаза тағайындап, және оның яғни отбасының ары қарай ондай қызметке баруына кедергі қойылса, отбасының міне сол кезде шенеуніктің өзі ғана емес, айналасындағы отбасы зардап шегетін болғаннан кейін ол тартынады. Көрдіңіз бе? Ал зейнет жасын азайту, оны менде тағы да бұл зейнет жасы деген негізі саласымен талқылану керек сияқты. Өйткені мен өзім мысалы театрда істеген кезде зейнет жасындағы адамдар зейнетке кеткісі келмейді.
істей тұрайын дейтін. Мұғалімдерде де бар онда істей тұрайын дейтін. Ал балеринаны қараңыз, ол 30 жастан ешкімге керек емес. Не істейді ол 60 жасқа дейін? Не істейді ол? Қайда барады ол? Сондай мамандықтар бар мысалы. Енді саласына бөлу керек. Бәлкім кейбіреуін ұзарту керек шығар, кейбіреуін қысқарту керек шығар. Осында бір ортақ шешімге келу керек, бірақ қысқартып тастаймыз деген тағы да келмейді. Күн тәртібінде жоқ қой жалпы осы мәселе, депутаттардың қарауына түседі-ау деген сияқты. Түседі, бәрібір түседі. Бізге қалай түседі талқылауға мәселе? Қоғам қаншалықты қозғай береді мәселені? Түбінде істеуге мәжбүр болады. Үшінші, несиенің пайызын азайту. Несиенің пайызын азайту деген енді ол қанша жыл болды айтылып жүрген. Әрине айтылу керек. Бағана жолдауда президент айтты, несие ғана емес, басқаша жолдар, мысалы инвестициялық жолдар, сол арқылы халыққа ақша берейік. Несиеде өзі бәле нәрсе ғой, мына тұтынушылық несие деген бәле ғой мысалы. Халық келді, оны бір рет амнистия жариялап кешіріп еді, 500 мың адамға ма? Қазір бізге қабылдауға қаншама адам келеді, несиемді неге кешірмейді? Енді сіздер несиені алдыңыздар, ол ақшаны қолдан қойдыңыздар, көбі жаңа телефон алған, той жасаған, басқа. Енді кешіріңдер дейді. Несие өзінің міндетін орындады ғой енді сіз алған кезінде. Оны қайта кешіре беру керек. Сондықтан бұл несиелік жүйе деген тұтынушылық несиені кішкене азайтып, керісінше еңбек етуге, табыс көзін көбейту керек. Несиенің пайызын азайту деген өтірік әңгіме. Жалпы несиенің болмаған дұрыс негізі. Жаңа сессия басталды ғой. Жұмысқа кірістіңіздер, қандай депутаттық сауалмен келіп отырсыз? Ой, көп. Мен кеше осы өңірлерді аралауға барған кезде ішімнен ойладым да. 10 күн елді аралаймын, облысты. Бір жылға жететіндей депутаттық сауалға болатындай. Азық жинақ байтан. Келгенде ойлап отырмын, 5 жыл уақыт жете ме екен мынаның бәрін айтып бітуге. Мәссаған. Көрдіңіз бе? Соншалықты мәселе көп облыста. Өте көп мәселе. Қай жағынан алып қарағанда. Қазір бірінші кешеде фракцияның отырысында да бәр жерде айтып өтті. Бізде бірінші халықтың қойып отырған, жалпы халықтың қойып отырған талабы облыс бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңды өзгертіңдер деп отыр. Осыны кеше Еділ Терекбайұлы Жаңбыршин айтты, біраз депутаттар айтты. Демек біз осыған кірісуіміз керек. Оны бүгін президент айтты. Бұл халықтың, қоғамның алаңдатуын тудырып жатқан мәселе назарға алынып, бірінші орында алу керек. Екінші мәселе бұл мәмс мәселесі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Зардабын көріп жатыр халық. Кеше оны да айттым, бұны сәтсіздігіне байланысты қалпына келтіргенше тоқтата тұру керек. Бұның барлығын жеке депутаттық сауал қылып көтереміз біз бұйыртса. Енді өзіміздің Абай облысын көтеріп отырған ең үлкен мәселесі ол полигоннан зардап шеккен аймақтың тұрғындарының өтемақысы. Мен сізге қазір айтсам, сіз күлесіз. Аралда экологиялық зардап шеккен аймақ бойынша олар 15-20% болады айлығына. Ал біздің семейліктер 3.000 теңгенің айналасында алады. Ешқандай пайыздық емес, 3.000 теңге риза болды. Кеше де айттық, әлі де депутаттық сауалда бұны көтеріп айту керек. Су мәселесі, барлық ауыз су мәселесі, басқа ауыл шаруашылық мәселесі, жер, егістік, суармалы жер, шабындық толып жатқан проблема. Жарық, мектептер, идеологиялық проблема, жастардың жұмыссыздығы, бұның барлығы бір депутаттық сауалды қажет ететін үлкен мәселелер. Өңірдегі де, Қазақстанда. Ендеше мынандай заңды сұрақ туындап тұр. Яғни бұндай мәселелердің көптеп туындауына заңның жұмыс істемеуі себеп па? Яғни заң кезінде депутаттар мысалы көзіміз көрді, кейде асығыс қабылдап жіберіп отырды, кейде сол шикі заңды қабылдап жіберіп отырды. Енді қазіргі кезде мысалы, қазірде сіздер қабылдап жатсыздар ғой заңды. Бірақ ондай бір салғырттық, асығыстық қазір бар ма? Асығыстық түбіне шейін талқылап, сосын барып, міне көзім жеткеннен кейін ғана бұл қабылданып жатыр деп айта аласыз ба? Асығыстық болған бір заң бар. Ол активтерді мемлекетке қайтарды. Менің өзімнің ойым асығыстық болды онда. Бірақ ол асығыстық ақтауы бар асығыстық. Өйткені ол активтерді сыртқа шығарған адамдар оны жасыруға асығып жатыр. Оны қайтаруға біз асығу керек болдық та. Сондықтан ол жерде талқылау көп болды, мынау болды, дау-дамай болды. Бірақ біз тек осы заң қабылдансыншы өзі дедік. Заң жұмыс істей бастаса, қалған өзі
жүреді түзелер, тіпті болмаса қайтарар, толықтырулар енгізер, өзгертулер енгізер, бірақ әйтеуір жаңа заң жұмыс істей бастасыншы деді. Ал басқа заңдарға келетін болсақ, біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінен өткен заңдар бар, басқасы бар. Өзім жұмыс тобына қатысқан қоғамдық бақылау туралы заң, мысалы, көп біраз заңдарға қатыстық қой. Сол заңдардың әрқайсысына бір жақсы мына парламенттің депутаттар әрқайсысы әр саланың маманы. Әрқайсысы өзінің бір бұрышын зерттеп әкеліп ортаға салады. Сол жерде талқылаймыз. Министрлік келіспеген жермен бірге дауласамыз. Бізде комитетте ол қатты талқыланады, заң және қарапайым талқыланады, андай протоколды түрде емес. Біз отырып, бір үйдің баласы ұқсап, мына заңның мына жері былай болып кетпесін. Ертең мынау бүйтіп жүрмесін деп шығамыз бір-бірімізге. Ол үшін бүйтейік деп алдын ала біз өзіміз ақылдасып алуға тырысамыз. Заңды зерттеу, талқылау деген осы деп ойлаймын. Аманатқа өзгеремін деп емес, өзгерту үшін деп келдіңіз ғой. Енді уақыт өтті, менің ойымша сұрауға болады. Не өзгерді? Не өзгерттіңіз? Біз қазір бірінші өзгерткеніміз аманаттың өтірік жиналыстарын өзгерттік. Аманат емес кезінде Нұр Отан болды. Сол кездегі өтірік жиналыстардың қалыбын қазір толық өзгерттік деп айтамын. Қазіргі біздің халықпен кездесуімізде не болмаса кез келген аманаттың жалауын ұстап баратын жерге халықты кіргізбеу, бұрынғыдай жасандылық жасау, бұрынғыдай сонан кейін отырып алып, бәрі дұрыс басшылық үй беру, біз осы заңдылықты бұзып жатырмыз деп ойлаймын. Жалғыз мен емес, заңдылық бұзып жатқан бір топ аманат партиясында депутаттар бар, осыны қалап отырған адамдар бар. Ол біздің партияның төрағасынан бастап өзгерейік деп отырған адамдар. Қазір өзіңіз байқасаңыз, бұрынғы Нұр Отанның жиындары мен аманаттың жиындары енді безендірілу жағынан ұқсайтын шығар, мазмұны халық жағынан мүлдем басқаша болып келе жатыр. Бұл қуанатын жағдай. Басқа? Әзірге осы. Әзірге осы. Өйткені енді аманатта да бұрынғы адамдар бар ғой. Иә. Олар да бірден өзгеруге келісе қоймайды. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Кезінде Компартия ақын жазушыларды өз мүддесі үшін пайдаланды ғой. Ол Компартия, Нұр Отан болды, Нұр Отан аманат болды. Енді аманат сізді пайдаланып отырған жоқ бұл ретте? Егер аманат мені пайдаланып отырса, онда аманат менің ойларыммен санаспайтын еді. Таза арбаға жеккен ат құсатып, тек қана мынаны айтасың, тек қана мынаны мақтайсың, тек қана былай жұмыс істейсің, өйткені бұл партияның ұстанымы деп желкеннен шұқып отыратын еді. Мен ондайдан тәуелсіз. Бар кейде фракцияның кезінде жиналыста жалпы аманат бәрі қолдап отырған кезде 2-3 депутат, жоқ, біз қолдамаймыз дейміз. Төраға да айтады, дұрыс ойларыңды айтыңдар, білдірдіңдер. Ондай мені бір ақындығымды аманат пайдаланып отыр дегеннен аулақ. Онда баяғыдан аманатқа киімін жазып, одалар жазып, бетіне едік қой. Мен аманат дегенді өлеңімде, анау форумда сөз сөйлегенде өзіме жеңілдеу болды, өлеңмен сөйлеу. Сол кезде пайдаландым, айттым, өзімнің ойымды айттым. Болды, басқа бір аманат партиясын насихаттауда, басқа да. Партия дұрыс жұмыс істесе, насихат деген сол өзінен өзі оған пиардың қажеті жоқ болады. Тек сол дұрыс жұмыс істеуге бағыттау керек партия. Мені пайдаланып отыр деген аулықпын. Жалпы билік, үкімет болсын, басқа болсын, қай заманда болсын, ақынды да, жазушыны да, әншілердің де белгілі бөлігін өзінің дегеніне пайдаланады, ол рас, ол жасырын емес. Мен енді оқымасам болмайды, бұлай деп айттыңыз. Басымды кесіп алса да айтарым, билік ауыстыру керек дедіңіз билікті. Әлі де сол ойдасыз ғой, иә? Тарқатып айтып беріңізші, бұл жерде қандай билікті айтып отырсыз? Үкіметте бізде көп, міне бүгін министрліктер ауысты ғой, орындар. Мен қуанып отырмын. Автомат түрде министрлер ауысады, жұмыс істеу жүйесі кішкене дұрысталады. Бай бастайтын. Көптеген бізде мысалы бар бір 2-3 министр бар, айтуға болады, дұрыс жұмыс істеп отыр, жақсы жұмыс істеп қанағаттанамыз. Енді басқалар жаман жұмыс істеп отыр дегеннен алақ, бірақ өздерінің жұмыстарын қадағаламай ма? Сондай бір деңгейі бар. Салғырттық па, немқұрайлылық па? Егер ол министрлер тиесілі жұмыс істеп отса, біздің былтырғы болған апаттар болмайтын еді, табиғи көптеген. Оның барлығы көрсетті ғой қай министрдің қалай жұмыс істеп отырғанын. Нәтижесінен көрінеді бәрі.
Сондықтан мен өзім сөзімнен танбаймын, ол сол кездегі құрам болатын менің айтқаным. Иә, ауыстыратын адамдар бар, ауысу керек деп ойлаймын. Әлихан Смайыловтың үкіметіне, үкіметтің жұмысына көңіліңіз толы ма? Бағана жауап бердім мен бұл сұрағыңызға, бірақ басқа сұрақ жауап ретінде айттым. Президенттің жолдауы қаншаға орындалып жатыр дегенде. Үкіметтің жұмысы мен 20% ғана жұмыс орындалып жатыр деп айта аламын. Мен көріп отырғаным сол. Оған әріптестерім өкпелей қоймас. Иә, премьер-министрді біз Аманат партиясының атынан ұсынды, қолдадық. Ешқандай оны жасырмаймын. Бірақ үкімет жұмысын кішкене жинақтау керек. Оны біз сессия жабылатын кезде де Елнұр Сауыржанұлы Бейсенбаевтың баяндамасында ашық айтты. Ру мәселесіне, руға бөліну мәселесіне қалай қарайсыз? Білмеймін, түсінбеймін сондай нәрсе. Адамдар. Әркімнің руы, бізде жетінің де жеті атасы бар, айналайындар. Бәрінің руы мықты. Қазақтың жаманы жоқ. Ішінде бәрінің руы мықты. Бірақ енді анау руға бөлініп, менің руым мынандай, мына ру мынандай дейтін. Білмеймін, айуандық шығар ғой. Енді осы жерде шындығыңызды айтыңызшы, мысалы, менің тағы да естуім. Қалай жұмсартып айтсам болады енді? Мысалы, депутаттардың арасында 11 найман бар дейді. Яғни біреуі жаңағыдай бір бастама көтерсе, қалғандар іліп әкетеді, өткізіп жібереді, бір-біріне қолдау көрсетеді деген сияқты, ондай бар ма негізі? Неше түрлі шығарып алады. Иә. Оның да қызығын айтайын, мен де көрдім ол списоктан күні, парламенттегі 11 найман деп. Осыны Нұртай Салихұлы Сәбильянов тосып қойыпты, ол уақыт найман емес. Әйтеуір жерлесіңіз болғасын. Жоқ, ол енді бір болмайтын жерден ілік іздеген адамға солай шығар. Егер біз трайбалистікке жол беріп, наймандар деп осыны қолдайық, сөйтейік, бүйтейік десек, онда не Алматыдан, не Астанадан осы уақытта бір Қабанбай Батырдың ескерткішін қақитып құрғызып қоятын бедік. Өйткені трайбализм сондайға ұмтылады ғой, өздерінің руларын бөліп көрсетіп қоюды. Ондай аулақпыз, 11-ін білмеймін, мен солардың ішінде жақсы араласатыным. Мақсат толық па енді оны енді қаншалықты енді екенбіз трайбалист деуге болады. Біз баяғыдан жақсы араласамыз. 2019-да оның маған көрсеткен ерекше қолдауы, емегі. Онымен жақсы араласам. Мен жалпы депутаттардың бәрімен жақсы араласам. Енді 11-і түгелін білмеймін, 4-5-ін білемін. Қайсы найман, қайсы арғын, қайсы адай, шәруам жоқ. Біз араласа береміз, ондай жоқ. Басқа жақта бар шығар енді, оны да білмеймін. Иә. Енді соны санап жүрген адамдардың өзі мысалы әр жағында енді осы руға қатысты бір басында, миында бір жерде тұр ғой әйтеуір осы руға бөлінушілер мүмкін. Кім біледі енді мысалы? Көп ондай. Бізде жаманы үлкен кісілер де бар ондай. Аға буын, ата буынымызда осы руға бөлініп қатты бар. Ол сол жаман енді. Оны кішкене доғару керек. Енді рушылдықтан Митталға ауысайық. Митталдың мәселесі не болып отыр? ArcelorMittal, менің пікірім, толықтай мемлекетке қайтарылу керек. Бірінші. Одан кейін инвестор келе ме, басқа бола ма. ArcelorMittal өзінің осы уақытқа дейін Қазақстанға пайдасы емес, зиян тиген кәсіпорын екенін дәлелдеді. Бүкіл көз жетті деп ойлаймыз. Енді болды. Ренжімесін. Мемлекетке қайтарылады дегенге сенесіз бе? Мысалы, мүмкін жарты жолдан кірігіп, Ресей алып кетуі мүмкін емес пе өзіне? Ондайдан сақтану керек. Әбден мүмкін Ресей қазір өзінің жағдай әлсіз болғанымен ол жан-жақтан табыс көзін іздейді. Ол мүмкін. Ол жасырын емес. Ондайға жол бермеу керек. Осы бастан соның бәрін талқылау керек. Кім оны басқарады, қалай болады? Алқаға салу керек. Назар аудару керек. Үкіметі бар, басқасы бар. Не болады, қалай болады? Өйткені біз бір Митталды алып тастап, оның орнына тағы бір Митталды әкеліп қойғаннан мәселе шешілмейді. Қазақмыс мысалы, кейін басқарып отырған Қазақмыс, оған неге бұндай шабуыл жасалмайды? Енді ол да қайтаратын жалпы уақыты болған сияқты емес пе? Болған сияқты. Бәлкім оны басқа жолмен қайтаратын шығар. Бірақ ол да көп сұрақ туындатып отырған екен. Оның сыртында да тағы да үлкен өңірлерде компаниялар бар. Пайдасына зияны көп. Солардың көбісін
қарау керек. Мен өзім қазір ойлап отырмын, енді Митталда кішкентай жер емес қой, қазір бұның ырду-дырдуы бар. Осыны бір жақты қылғаннан кейін бәлкім осы жүйемен қалғанына кірісетін шығар. Басында ақындық пен депутаттықты салыстырып жаңағыдай, иә, біраз сұрақтар болды ғой. Енді ақын дегеніміз ол дат айтатын еді. Сіз депутат ретінде, мысалы, ол министр бола ма, ол әріптесіңіз бола ма, президент әкімшілігіндегі адам бола ма, біреуге жалпы айтар датыңыз бар ма? Бар, мен оны айтып та жүрмін талай жерде. Оны дат деуге келмейді. Қазір депутат ретінде мен оны бір өзім ойым ретінде, ұсынысым ретінде айтамын барлық жерде. Бірақ егер мен президентпен бетпе-бет кездессем, 2 минут уақытым болса, мен бір-ақ нәрсе сұрайтын едім президент. Ол Қазақстаннан республикалық, біздің опера балет театрының деңгейінде болатын дәстүрлі өнердің театрын ашу. Басқа кім не десе о десін. Басқасын неге айтпайды? Ринат ананы неге айтам деп айтпады деп ертең мына сұхбаттың астында да адамдар айтады. Кім не десе о десін, бірақ менің айтқым келіп жүрген ең бірінші датым осы. Өйткені біз ең бірінші рухани әбден қалжырап кеткенбіз, мүлдем. Мен бір ұятты нәрсе айтайын, сұхбат арасында түсінікті болу үшін мен мұны неге сұрап отырғаным. Осы өңірлерді аралап жүргенде бір ауылға бардым, өзім ауданында. Атын айтпай қойын, қай ауыл екен. Барсам, халықпен кездесу өткізіп отыр. Бір ақсақал. 70-тен асып қалған, 80-ге қойған ақсақал. Ал дейтін, мына мәдениет үйін алып бір отақ қойдыңдар дейді. Бұл тұр қаңырап дейді. Бұның ішінде бір қатын түсіре алмайтын болсақ, той томалақ істей алмайтын болсақ, немеге керек дейді. Ана мәдениет үйінің басқарып отырған келіншек па, қыз ба, келіншек қойдым. Сол жылап жіберді. Ата деді, не айтып отырсыздар? Менің мүмкіндігім жоқ болса да мына шторды шымылдық жасап өз қолыммен тігіп, балаларға бірдеңе үйретейін деп апта сайын концерт берем. Сіздер келмейсіздер ғой. Міне біздің қоғамның деградациясы. Өзінің бала шағасына, өзінің немересіне барып ана мәдениет сарайында шу деген сөз көңілге медеу ғой. Ей балам деп шапалақ ұрып, ой менің балам әнші, менің балам ақын, менің балам осындай десе, зиялы қауым ауылда да зиялы орта қалыптасады ғой. Жоқ, біздің ата-бабаларымыз қазір қалаулы мен келіннен аспайды ешқайсысы. Сосын тағы бірдеңелер көреді, ток-шоулар. Міне қоғам деградацияға ұшырады деген осы. Қазір ешкім Ақан серін жоқтамайды, Біржан Салт жоқтамайды, Әмірені жоқтамайды, Жүсіпбек жоқтамайды, мәдениет жоқтамайды, Тұрсынғазын жоқтамайды, Құрманғазын жоқтамайды, Рысбай Ғабдиев жоқтамайды, Қаршығали Динаны жоқтамайды. Қазақтың бәрі айтады ғой, ойбай біз кедей болып бара жатырмыз, бізді Қытай басып отыр, бізді орыс басып отыр. Бізді жау алмайды егер біз өзіміздің ұлттық өнерімізді, біздің өнер арқылы ұлттық кодымыз сол ғой. Ұлттық өнерімізді дұрыс биікке көтеріп, соны бір кереметтей көрсете алсақ, соған бүкіл қазақ қауымын еліктіре, соған мүмкіндік беріп, біз ол тәжірибеде болды ме Алатауды істеген кезде. Қаншама қазақ өңірлерде былай гастрольге шыққанда жылады халық. Ой, мұндай бізде бар екен ғой, көруге болатын концерт бар екен ғой бізде. Рахмет сендерге. Енді осындай неге біздің академиялық түрде, деңгейде, республикалық, мемлекет бетпердеміз болатындай шетелдіктерге келген кезде мақтанып көрсететін бір театрымыз неге жоқ, мен соған қынжылам. Біздің қоғам деградацияға ұшырап жатқан осы рухани әлсіреп кеткенбіз біз. Қазақты сүйесіз ба? Абай айтады ғой, қазақты жақсы көрмесем қасында жүріп ортасына барамын. Мен қазақты сүймесем Қазақстанда тұрамын. Қазақты сүймесем осы қазақ қауымының арасында қазақтың ішінде жүремін. Сүйгендіктен жүресің, жақсы көргендіктен. Осынша махаббатыңмен. Олардың бір ауыз қарғысы сенің көңіліңе қат тиеді, алғысы саған қанат береді. Тура сенің құдды бір туған туысқаныңмен, мен осы әйел бала шағаңның қарым-қатынасы сияқты халық. Егер сен семьяң жақсы көргеннен кейін сол ғой, андасында ренжісесің. Бірақ солар бақытты болса екен, соларға болса екен деп жанталасасың. Сол сияқты халыққа деген махаббат осындай. Және бір жақсы жері мен өзім ойлаймын, ол баянды махаббат мен үшін. Халықтың арасында жүргенде де, Ринат деп анау барған жерінде
Сен айтсайшы, сен біздің баласың ғой деген кезде мен өзім рахаттанып қалдым. Мәртебе беріп отыр ғой халық. Сен біздің баласың ғой. Саған сеніп отырмыз ғой деген. Үлкен жауапкершілік, үлкен махаббат. Ал енді ана кейде ұрысып сөгетіні бар ғой енді. Мысалы, пікір бар. Жарайды. Болады, ұрсат. Жөнді ұрсатыны бар, жөнсіз ұрсатыны бар. Ол жалғыз менің басымда болған нәрсе емес қой. Бәрі өткен ода. Бәрінің басынан өткен жағдай. Ұлт деген адамдардың, ел деген адамдардың жақсы сөз естігені бар ма? Бәрі жексұрын болды. Бәрі халық жауы болды. Абайды да айтпағанда айтты, оның жанында біз кімбіз, Құдай-ау? Ол да махаббаттың бір түрі шығар. Керемет. Ашық сұхбат болған сияқты. Халық айтар. Иә. Сол халыққа да енді айтарым бар. Бұл сұхбатқа біріншіден қолдау көрсетіңіздер, екіншіден осындай спикерлеріміз көп болсын, және үшіншіден кімді көргілеріңіз келеді спикер ретінде, оны да жаза кетіңіздер. Енді Ринат, келгеніңізге рахмет, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Біраз қор жинап қайттым дедіңіз ғой өңірден. Сол мәселелердің оңынан шешілуіне бізде тілектеспіз. Әумин, рахмет. Мен де өзім соны армандаймын. Ертең ана елге барғанда барып еңсең биік көп. Аналар шешілді ме, айтып едіңдер ғой, шештік қой деген қандай рахат нәрсе деймін де, мен соған жеткім келеді сондай. Өйткені қазірдің өзінде мәдениет саласының айлығы бойынша бірінші депутаттық сауал жолдадық, соң кейін көтеріледі деді. Қазір қай жерге барсам да мәдениет қызметкерлері сен көтердің ғой, рахмет дегенде қатты өзім бақытты сезінемін. Басқа салаларда да, басқа күллі Қазақстанға деп өтірік айтпасам да, жоқ дегенде өзімнің туып өскен аймағыма сіңіп, еңсем биік болып жүрсем, соның арқасында өйткені ол 5 жыл деген өте аз мерзім. Осы 5 жылда мен жұмыс көрсетуім керек, содан кейін шығармашылығыммен айналысуым керек болды. Енді бізде сұхбат барысында араға барған жоқпыз, мысалы сол депутат Ринаттың жаңа болмысын ашуға тырыстық қой. Сұрақтардың да осы несін көрген шығарсыз, осының айналасында, саясаттың айналасында деген сияқты. Енді мақсатымыз орындалды деп ойлаймын. Құрметті көрермен, сіздерге рахмет. Қасқа жолмен бірге болыңыздар. Келесі көріскенше.